Good morning, dear children. How are you today? Okay. So, today's our theme can, cannot. Балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз can, cannot модальді етістігі. Cannot модальді етістігі адамның бір нәрсені істей алатындығын немесе сөйлей алатындығын көрсету үшін can етістігі қолданылады. Болымды түрінде I can read. Мен оқи аламын. Болымсыз түрі I cannot read. Мен оқи алмаймын. Сұраулы түрінде Can you read? Сен оқи аласың ба? Оған біздің қысқаша жауабымыз Yes, I can. Иә. No, I cannot. Жоқ, яғни мен оқи алмаймын деген мағынаны білдіреді. Балалар, сендерге can модальді етістігінің ережесі түсінікті ме? Олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Repeat after me. Read. Оқу. Swim. Жүзу. Run. Жүгіру. Fly. Ұшу. Eat. Ішу. Sing. Өлең айту. Dance. Билеу. Ride bike. Велосипед. Jump. Секіру. Play. Ойнау. Speak. Сөйлеу. Skate. Коньки тебу. Балалар, менің артымнан қайталадық па? Сендерге жаңа сөздер түсінікті болса, осы жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Олай болса, балалар, ары қарай біз can модальді етістігіне байланысты видеомызды тамашалап алайық. Drive a car. Take pictures. Ride a horse. Swim. Cook. Play the guitar. Fly a kite. Play the violin. Climb. Dance. Lift weights. Play basketball. Can he drive a car? Yes, he can. Can she take pictures? Yes, she can. Can she ride a horse? No, she can't. Can she swim? Yes, she can.
the cook? No, it can't. Can he play the guitar? Yes, he can. Can he fly a kite? Yes, he can. Can he play the violin?